Қыз ғұмыры. Аяла әкесі мен анасынан айырылып қалған кезде небары 3 жаста болатын. Сол күні ойнап отқан Аяланы анасы жүгіріп келіп, орнынан көтерді де диванның артына жасырып, қандай жағдай болмасын шықпай, үндемей отыруын дайындады. Кенет айқай-шу басталып, әкесі мен анасының жан айқайы естілді. Кіп-кішкентай періште қыз не болып жатқанын ұғалар емес. Анасының қандай жағдай болса да шықпа деген сөзіне құлақ асып, екі құлағын кіп-кішкентай қолдарымен бекітіп, көзінен мөлдір моншақтай жас тамшылары төгіліп, үн-түнсіз отыра берді. Біраз уақыт өте келе, айқай-шу басылған соң әкесі мен анасын дауыстап шақырды. Ешқандай жауап жоқ. Қорқынышқа толы көздерімен айналаға бір көз жүгірткен Аяла, жерде қанға боялып жатқан әкесі мен анасының денесін көріп, есінен танып қалды. Иә, сол кезде қанішерлер Аяланың әкесі Нұрлан мен анасы Розаны аяусыз өлтіріп кеткен болатын. Айқай-шуды естіген жан жағындағы көршілері жедел жәрдем полиция шақыртты. Дереу Нұрланның жалғыз інісі Ғалымжан жетіп келді. Ел жұрт бүкіл ауыл жиналып, болған жағдайға қабырғалары қайысты. Жиналғандардың бірі болған жағдайға Нұрланның дүние мал-мүлкі күнәлі десе, енді бірі бұл сөзді құптамайды. Құптамауға да негіз бар, өйткені үйден бір түйір затта ұрланбаған. Әр санада әр түрлі сан ой. Әркім өз қалауынша болжам жасауда. Ақ пен қарасын ажырату уақыттың еншісінде. Жедел жәрдем қызметкерлері кіп-кішкентай періштеге көмек көрсетіп, Аяла аз уақытта есін жинады. Болған жағдайдың жалғыз куәгері небәрі 3 жастағы ойын баласы болатын. Полиция қызметкерлері болған мән-жайға байланысты бірнеше сұрақ қойды. Алайда қатты қорқып қалған балақай да еш үн жоқ. Бәрін айтқысы келіп қанша тырысса да еш дауыстап сөйлей алар емес. Қолынан келмеген соң ағасы Ғалымжанды қатты құшақтап жылай берді. Дәрігерлер қызды қинамауын сұрап, жедел жәрдем мен ауруханаға алып кетті. Полиция қызметкерлері тергеуді жалғастыра берді. Көріп білген ешкім жоқ. Өте әккі көршілер ешбір айғақ із қалдырмаған. Тек қана жанында тұрған көрші әйел сол күні Нұрлан мен Ғалымжанның қатты жанжалдасқанын айтып өтті. Сіз не айтып тұрсыз? Есіңіз дұрыс па? Сонда өз ағамды өзім өлтіремін бе? Мен саған өлтірдің дегенім жоқ, тек көрген, естігенімді айтып тұрмын. Полиция қызметкерлері Ғалымжанға күдікпен қарап тұрған болатын. Ғалымжан жерге тізерлеп отыра қалып, аспанға қарап жан даусымен айқайлап жылап алды. Иә, бүгін ғана ағаммен ренжісіп сөзге келіп қалған едім. Бауырлардың арасында ондай болады емес пе? Ренжісе өлтіре береді ма? Сендер не, менің қан жылап тұрған көзімді көрмесіңдер ме? Соқырсыңдар ма? Маған күдікпен қарағанша, барыңдар ағам мен жеңгемді өлтірген қанішерлерді табыңдар. Егер таппасаңдар, ісім сендермен болсын. Ғалымжан, біз сізді кінәлап тұрғанымыз жоқ. Қылмыскерлерді табу біздің де борышымыз. Тағы бір түсінбейтін жайт, сіз болған жайды қалай кімнен білдіңіз? Есуас, не мен өз ағамның үйіне келуім үшін сенен рұқсат сұрауым керек пе? Ғалымжан, есіңізді жиыңыз. Бұл біздің жұмыс. Жарайды, алдағы уақытта сізбен байланыста боламыз. Алла сабыр берсін, иманды болсын, артынан қалған ұрпағына Алла жар болсын. Ұзақ уақыттық ерегістен соң әркім өз жұмысына кірісті. Ғалымжан жақында ғана үйленген жары Балжанға хабарласып, Аяланың жанына ауруханаға баруын сұрады. Болған жайды естіген Балжанның да қабырғасы қайысты. Араға күн салып, Нұрлан мен Роза өз үйінде жаназа намазы оқылып, жер қойнауына тапсырылды. Аяланы ағасы мен жеңгесі Балжан өз қамқорлықтарын алды. Аяланың марқұм анасы Роза жетімдер үйінде тәрбиеленіп өскендіктен аға жеңгесінен басқа ешкім жоқ болатын. Заң жүзінде асыраушы ретінде Аяла кәмелет жасына жеткенше Нұрланның мал-мүлкіне Ғалымжан иелік етті. Ашық жарқын, ешкімнен қысылмайтын Аяла сол күннен бері сөйлеуден қалды. Ойнауға да құлқы болмай, төсектен тұрмай жата беретін. Уақыт зырылдап өте берді. Аяла ешкіммен тілдеспейтін, адамға жоламайтын өте тұйық қыз болып өсіп жатты. Ерте есейді. Араға бір жыл өтіп, Ғалымжан ұлды болды. Сол күннен бастап Аяланың өмірі тозаққа айналды. Балжан небары 4 жастағы қызға бала қаратып қойды. Ананы алып кел, мынаны анда қой, ананы төгіп кел, сүрт.
Бұл сөздерді Аяла сан мың рет еститін, істемесе ағасынан сөгіс естиді. Періште қызға тіпті ас су ішуге мұрша бермейтін. Қатал тағдыр Аяланы қатты сынға алды. Әбден қажып біткен қыз сол күні есікті ішінен кілттеп, көрпенің астында әкесі мен анасының суретіне терміліп ұзақ уақыт жылады. Жұмыстан келген Ғалымжан үйге кірген бойда Аялаға барды. Есікті қағып еді, еш жауап жоқ. Есікті ашпады. Балжан, Балжан, ау, не болды? Не айқайлайсың? Мына қызға не істедің тағы да? Неге тыныштық бермейсің? Обал емес пе? Обал? Не сонда оған берген ас ауқаттың обал емес пе? Итке ас берсең де пайдасы тиеді, оның да бір пайдасы тисін де. Балжан, сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Сенің шалқып тасып жүргенің, кең сарайда үйде тұрып жатқаның кімнің арқасында? Білесің бе өзің? Білем, қойшы болды. Баламды шошыттың, жарайды. Болды, осы жерден тоқтатайық. Ас тағамыңды іш жүр. Балжан қолыққа басып, жанжалдың өрбуіне жол бермеді. Алайда бұл Балжанның Аялаға жасағанына өкінген емес, тек жоспарының бір бөлігі еді. Таңертең әдеттегідей Ғалымжан жұмысқа жол тартты. Балжан дереу Аялаға қарай бет алды. Есіктің сыртынан кілтпен ашып, жылай-жылай бет-аузы ісіп кеткен тәтті ұйқыда жатқан баланың ұйқысын бұзып, шашынан жұлқылай бас салды. Ұйқыдағы балақай шошып оянды. Оңбаған жетімек бейшара, кіп-кішкентай болып алып, өр көкіректің қарашы мына бәленің. Бала емес, басыма біткен бәлесің сен. Сенің кесіріңнен Ғалымжан маған қалай ұрысқанын білемісің? Аяла шыр-пыр болып жіберіңіз деп ыңқылдап жатты. Ашулы жеңгесі оның көз жасына да, жан азабына да қарайтын емес. Құтырған иттей екі көзін шел басқаны соншалық аяусыз жұлқылай берді. Егер тағы да осылай мінез көрсетсең, әке-шешеңнен қалған суреттің бірін қалдырмай өртеймін, ұқтың ба? Аяла ұқтым дегендей басын изеді. Бар жоғал көзіме көрінбе. Аяланың жеңгесінің дегеніне көнбегеннен басқа амалы болмады. Уақыт зымырап өте берді. Аяла үшін бұл ой тозақпен бірдей болды. Балжанның күннен күнге қатыгезді артпаса кеміген жоқ. Уақыт өте берді. Аяла үшін әрбір күн ғасырға татыды. Сол күні Аяланың туған күні болатын. Ағасынан сыйлық күтіп жолына қараумен болды. Жеңгесінің мінезі жекіріп ұрысқаны оған әсер етер емес. Бұл Аяланың 14-ші көктемі. Ағам маған сыйлық тәттілер әкелер, мені туған күнмен құттықтап құшағына басар деген қыз қиялын жеңгесі бұзалар емес. Алайда жұмыстан келген Ғалымжан ағасы ол жаққа бет бұрып қарамады. Бұл күнде қарапайым күндердің тізіміне қосылды. Ағасына жылулық күткен қыз көңілі қалып, бұл әділетсіздікке төзе алмады. Өңеші өксікке толып, әдеттегідей бөлмеге жылап, жаны жаралы Аялаға Ғалымжанның еркесі Асылжан келіп түрткілеп қоймады. Сіркесі су көтермей тұрған қыз байғұс оның еркелігіне төзе алмай, менен саған не керек, жоғалары деп Асылжанның кеудесінен итеріп жібергенін өзі де байқамай қалды. Мұндайды күтпеген жас бала соққының әсерінен ұшып кете жаздап, басы үстелдің қырына соғып, шекесі жарылып, қан сорғалай бастады. Өз перзентін тірі жанға түрткізбеген, тіпті шыбын шіркейге шаққызбаған Балжан мен Ғалымжан перзентінің жан айқайын естігенде желдей жылдамдықпен олардың жанына жетіп барды. Перзентінің қанға боялған бет-аузын көрген екеуіне де естері шыға жаздады. Өз құлыны үшін жанын қиюға даяр Ғалымжаннан ес кетіп, өз қарындасын аяусыз, менің балама не істегенсің, хайуан, жақсылықты білмейтін бәле деп соққылай берді. Әлсіз зіңгіттей еркекпен арпалысуға қауқары жоқ қорғансыз қыз аяусыз соққыға жығылды. Балжан мен Ғалымжан перзентін құшақтап ауруханаға жол тартты. Аяла қанша жыл бойы қабылдай алмай жүрген шешімге келіп, ол үйден бір жолата ізін суытты. Қараңғы түсіп, түн ортасы болып қалды. Әбден туыстарынан мезі болған қыз өзінің қайда баратынын, қалай күн көретінін білмей, түзу үлкен жолға түсіп кете берді, жүре берді. Өзінің қайда бара жатқанын білмесе де, кеудесін ешбір өкініш, қорқыныш кернемеді. Бар ойы ол үйге қайта келмейтіндей, туысымақ жаулары оны таба алмайтындай жерге кету еді. Жаяулатып қаншама сағат жүрген, күні бойына нәр тартпаған періште қыз жол бойында есінен танып қалды. Ал ұлының жарасын танып келген ерлі-зайыптылар Аяланы үйден іздеп таппай әбігерге түсті.
Ай, ақмақ басым-ай, енді не істеймін? Оны қайдан табамын? Нем бар еді оны сонша соққылап? Ғалымжан, қойшы, соған бола басыңды ауыртпай. Қайда барады дейсің? Оны кім құшақ жайып қарсы алар дейсің? Келеді әлі иттей болып. Өзі емес пе менің баламды өлтіріп қоя жаздаған? Осының бәрі сенің кесірің. Сен қатың менің сорымды қайнаттың. Мен бе? О, сорлы бейшара, мен болмасам жүрер едің ағаңның күшігі болып, соның берген тиын тебенін санап. Жетер, бұл әңгімені қозғама деп қанша рет айттым саған. Қайда кетсе онда кетсін. Сол бәледен бір жолға құтылсақ болар еді әйтеуір. Шаршатты мен әбден. Айтқандай, шыны мен жоқ болса жақсы емес пе? Ағаңның мал-мүлкі, сен мәңгілік ие болып қаласың. Байлық, ақша, үй, көлік, осылардың бәрі біздікі болады. Баламыз да ештеңеден тарықпайтын болады. Сен бар ғой сен, есіңнен алжасыпсың. Мен полиция шақырамын, оны іздеп табуым керек. Білгеніңді істе, ал мен қатты шаршадым, демаламын. Балжан жайбарақат, еш алаңсыз бөлмесіне кіріп жатып қалды. Ал Ғалымжан полициямен бірге Аяланы іздеуге кірісті. Аялы қалааралық жол үлкен жолда ес-түссіз жатқан болатын. Өтіп бара жатқан көліктердің бірі ессіз жатқан қыздың қасына келіп тоқтап, орта жастағы ерлі-зайыптылар көліктен түсіп, қызға жақындады. Ай, Хадиша, жүгір көліктен су алып кел. Обалай, ай қызым-ау, сау жерің қалмапты ғой, не болды екен бұл қызға? Ай, құдайым-ай, адамдар неге сонша қатыгез болып кеткен? Алишер, ала ғой, міне су. Алишер Аяланың бетіне су себелеп, еш жиюына көмектесті. Ай, қызым, саған не болған? Кім саған бұлай істеген? Қане айт, үйің қайда? Біз сені үйіңе жеткіземіз. Айта ғой жаным, қорықпа, біз сені үйіңе жеткіземіз. Ай, отағасы, бұл қызды біреу әбден жәбірлеген тәрізді ғой, полицияға хабар береміз бе? Не істейміз? Иә, денесіндегі іздеріне қарасам, осы бірнеше сағат бұрын соққылаған тәрізді. Сөйлеуге мұршасы жоқ, қарны аш, көлікте ас-ауқат бар ма? Жол алыс болған соң салып алған едім, қазір әкелемін. Жоқ, қызды көтеріп көлікке отырғызайын, есікті аш. Келе ғой қызым, абайла, басын соғып алмасын. Алишер мен Хадиша өздеріне арнап алған ас суынан Аялаға жегізіп, оның сәл де болсын әл жинауына көмектесті. Сұрақтарына бір жауап алармыз деген оймен екеуі де Аяланың бетіне үңіліп қарап отырды. Олар Аяланың айтары көп болса да айта алмайтынын қайдан білсін. Алишер атақты дәрігер, хирург, өз ісінің маманы. Аялаға үңіле қарап, оның мылқау екенін бірден ұқты. Хадиша, бұлай болмайды, мен полицияға хабарласамын, дегені сол еді. Аяла оған жалына бастады. Аяғына бас ұрып, хабарласпауын өтінгендей сыңай білдірді. Қағаз бен қалам сұрап жатқанын түсіндірді. Алишер дереу көліктен қағаз қалам алып Аялаға ұсынды. Бірнеше минут өтіп, олар қағаздан мына сөздерді оқыды. Аға, апа, өтініш, мені құтқарыңыздаршы, мені оларға тапсырмаңыздаршы, құлдарыңыз болайын. Мен олармен бірге бұдан әрі шыдай алмаймын. Менің әке-шешем жоқ, ағам мен жеңгем мені асырап алған. Олар мені аямайды. Мені соққыға жыққанда сол ағам. Сондықтан мен олардан қашып кеттім. Жалынамын, өтініш сіздерден, мені алып кетіңіздерші. Бұл сөздерден соң Хадишаның көзінен мөлдір моншақтай жас тамшылары төгіліп сала берді. Қызды аяп, құшағына қысып, өксіп-өксіп жылай берді. Жылауға да негіз бар. Осыдан 6 жыл бұрын дәл Аяла мен жасты қыз, өз қыздары да із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Алишер, өтініш, қызды өзімізбен бірге алып кетейік. Кіп-кішкентай қызға осылай жасауға болады ма? Біздің қызымыз да дәл Аяла секілді әдемі көрікті болып, бой жетіп қалар ма еді осы кезде? Бұл да бір Алланың бізге жіберген сынағы болар. Өтініш сенен, сенің мықты таныстарың бар емес пе? Мүмкін күндердің күнінде болған жағдайдың бәрін Аяланың өз аузынан естуімізге көмектесерсің. Әрине, бәйбіше, уайымдама. Менің әрқашанда әділеттілікті қолдайтынымды білесің. Ол оңбағанның сазайын тартқызамын әлі. Екеуі бір шешімге келіп, басқа қалаға өз үйлеріне Аяланы алып кетті. Алишер өзінің қол астындағы медбикелерге ауруханадан алдын ала орын дайындатқызып қойды. Ауруханаға жеткен бойда дереу ем шараға кірісіп кетті.
Жараларын танып, бүкіл дене мүшесін тексеруден өткізді. Алла сақтап, ешбір ішкі дене мүшелеріне зақым келмепті. Екі медбикеге бұл жайында тірі жан білмеуін, ешкімге тыс жармауын қатаң түрде ескертіп кетті. Еңсесі түскен, мұңлы күйлерін көрген Әлишер мен Хадишаның ұлы Айдар әке-шешесін көрген бойда шошып, мән-жайды сұрай бастады. Бұл отбасы осы 3 адамнан құралған. Айдар 17 жаста. Әлишер мен Хадиша үстел басында шай ішіп отырып, болған жағдайдың бәрін ұлдарына баяндап берді. Әкешім, анашым, мен сіздерді мақтан тұтамын. Жарайсыздар, өте сауапты іс атқарыпсыздар. Обалақ екен, неткен қиын тағдыр. Әке, бірақ оны тауып алса, алып кетері анық. Оңбаған ағасы оған тағы не істер екен тауып алса? Жоқ ұлым, мен оған жол бермеймін. Мен бұл істі қадағалауға аламын. Ішкі істердегі досым бар емес пе, Досжан? Иә, Досжанға хабарласып, бұл іске араласуын сұрап, ақыл кеңес аламын. Бұл қызға қолымнан келгенше көмектесіп, аянып қалмаймын. Әке, сіздей адамдар көп болса ғой шіркін. Түн ортасы болды, демалыңдар. Ертең атқаратын іс көп. Әңгіме осы тұстан аяқталып, үшеуі де терең оймен ұйқыға кетті. Таң атысымен Әлишер досы Досжанға жолықты. Ұялы телефоннан Аяланың суретін көрсетіп, ол жайлы ақпарат жинап беруін сұрады. Түскі үзіліс уақытында аурухана маңындағы дәмханалардың бірінде кездесуге келісті. Түске дейін қайта-қайта сағатқа қарап әрең уақыт өткізді. Күткен уақыт жетіп, екі дос дәмханада жолықты. Иә, Досеке, не білдің? Досым, сен қандай іске араласқаныңды білемісің? Не болды? Көп созбай айтсаңшы енді. Бұл қыздың әке-шешесі осыдан 11 жыл бұрын өз үйлерінде аяусыз өлтірілген екен. Әкесінің інісі Ғалымжан бұл қызды өз қамқорлығына алған екен. Меніңше қыздың айтып отырған ағасы осы болса керек. Қазір біздің жігіттер бұл қызды іздестіру үстінде. Бұл қыз үлкен мұраға ие. Әкесінен қалған бүкіл байлық қыздың артында. Қыз 16 жасқа толмай ол байлықты игере алмағандықтан, қазір ол дүниенің бәріне ағасы иелік етуде. Қызды таппай тынбасы анық. Керісінше, мен олай ойламаймын. Олар үшін Аяладан құтылған дұрыс болар. Неге олай ойлайсың? Өзің ойлашы, егер Аяла 16-ға толса, олар бүкіл байлығынан айырылады. Ал егер де таппаса, байлық өздерінде қалғанына қуанатын болады. Досым, саған дос ретінде емес, адамгершілік тұрғысынан өтініш жасап отырмын. Олардың қызды тауып аларына жол бермеші. Бірақ өтінемін, бұл қыздың өміріне қауіп төніп тұр. Сенің міндетің адамдарды қорғау емес пе? Ендеше бұл қызға да қорғауың ал. Бірақ біздің жасап отырғанымыз заңға қайшы. Досым, кейде әділеттік орнату үшін заңға қарсы шығуға тура келеді. Жақсы, келіспеске амал бар ма? Сенің дегенің болсын. Екі дос қорғансыз қызды өз паналарына алды. Бұл уақытта Ғалымжан мен Балжанның шаңырағынан береке кеткен еді. Екеуі ит пен мысықтай қырылып, бір шешімге келе алмай ұзақ дауласты. Ғалымжан жетеренді. Сол сайқалды іздегеніңді тоқтатшы. Не керегі бар оның бізге? Одан құтылғанымыз дұрыс емес пе? Сен қаттыңның ойлайтының тек қана ақша. Теттедей болсын, мейірім жоқ па сенде? Ол менің қарындасым, ағамның аманаты. Ол қазір қандай күйде, қайда жүр деп ойламайсың ба? Өз балаң солай жоқ болып кетсе қайтер едің? Ғалымжан, күлкімді келтірмеші, а? Қай ағаңның аманаты еді ол? Сен өз қолыңмен жетер жап аузыңды. Бұл әңгімені қозғама деп қанша айттым мен саған. Мені сол іске итермелеген мына сен емес пе? Егер де тағы да сол әңгімені қозғасаң, өзіммен бірге сені де көрге алып кетемін, ұқтың ба? Ой, болды доғар, ол қыз осы күнге дейін тірі жүр деп ойламаймын. Әлдеқашан бір жерде ит пен құсқа жем болған болар. Оны кім құшағына басар дейсің? Адамдар қазір өз туысын аямайтын заманда ол қайыршыны кім үйіне кіргізер дейсің? Өтініш, Балжан, ауырып тұрған басымды одан қатырмай жөніңе кетші. Ғалымжан терең ойға батып отырған орындығында ұйқыға кетті, ал Аяланың жағдайы күн өткен сайын жақсара берді. Әлишер Аяланы өз үйіне алып барып, үйден шығармай бар жағдайын жасады. Жеке оқытатын мұғалім жалдады, шет елден білікті мамандар шақыртып, Аяла сөйлеп кету үшін
ештеңесін аямады. Қажетті емнің бәрін жасатып, тілге келуін асыға күтті. Аяла өз ағасынан көрмеген мейірім жылулықтың бәрін Айдардан сезінді. Айдарда Аяла үшін аянып қалмады. Әр кездеме болып, оның қайғысын ұмыттыру үшін бәрін де жасады. Екеуі көп уақытты бірге өткізетін. Арадан айлар өтіп, Аяла ол отбасының өз қызындай болып кетті. Ағасы Ғалымжан іздеп жұмыстарын тоқтатты. Балжанның қуанышында шек жоқ, бірақ та Ғалымжанның жаны жай таба алмады. Санасында сан сұрақ, ол сұрақтарға еш жауап таба алмай-ақ қойды. Аяланың жүзінде күлкі болғанымен, көңілінде аласапыран. Әке, шешемді кім неге өлтірді? Өз ағамнан көрмеген жақсылықты өзгелер маған не үшін сыйлап жүр? Туғандарым неге сонша қатыгез болды? Дәл осы сұрақтар оны күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Күздің күні күн күркіреп, нөсер жауын жауды. Хадиша дүкенге азық-түлікпен кеткен кезде Аяла есік алдына шығып, жауынның астында көз жасына ерік берді. Дүкеннен келген Хадиша Аяланы көрген бойда жүгіріп келіп, қолтығынан демеп ішке кіргізді. Бота ханым-ау, сенің мұның не болды саған? Үсті-басың малмандай су, дереу киімдеріңді ауыстырайық. Қане келе ғой. Хадиша қыздың киімдерін ауыстырып, жылы төсекке жатқызды. Күн батып жұмыстан келген Әлишерге бар жағдайды баяндады. Жағдайын білейін деп бөлмесіне кіріп еді, от болып күйіп жанып жатқан Аяланы көріп, біраз кідіріп тұрып қалды. Дереу жүгіріп дәрі-дәрмек қобдишасын әкеліп, қызу түсіретін дәрі ішкізді. Маңдайына дымқыл шүберек қойып отырғанда Айдар келіп, ол да алаңдап қалды. Үшеуі қатты қиналып жатқан Аялаға телміре отқанда, әлсіз еріндері дірілдеп, әке, анашым деген дыбыс естілді. Өз көздеріне өздері сене алмады. Қуаныштан жүректері жарыла жаздады. Қызуы түсіп, өз-өзіне келген соң, оған сөйлей алатынын айтқанда, Аяла өз құлағымен естігеніне сене алмады. Қызым, Бота ханым, енді бәрі жақсы болады, сен сөйлей аласың. Қане тағы тырысып көрші. Аяла көз жасы алып, баяу дірілдегенде дауыспен рахмет дегенде Хадиша құшағына қысып жылап жіберді. Ал Аяла болса, сол сөзді қайталай берді. Төртеуі түгел құшақтасып, көз жасын төкпеген адам қалмады. Қызым, болды, өзіңді қинай берме. Саған әлі жаттығу керек, өзіңді шаршатып қоясың. Кешкі асты бәрі мәз-мейрам болып ішті. Күн өткен сайын Аяла бірте-бірте еркін сөйлей бастады. Жылдар өтіп, көптен күткен 16-шы көктемі де келіп жетті. Туған күнінде үнемі ағасынан сыйлық тәттілер күтетіні, ал ағасынан құттықтау орнына ұрыс еститіні есіне түсіп, көңілі жабырқап қалды. Сол күні Әлішер мен Хадиша Аялаға арнап үлкен дастархан жайды. Айдар Аяланың көзін байлап, қонақ бөлмеге алып келді. Көзін ашқанда Аяла қарсы алдындағын көріп таңырқап қалды. Түрлі сыйлықтар, үлкен торт, жайнап тұрған дастархан. Отбасы мүшелері әдемі тілектерін қарша жауғызды. Әдемі кеш соңында жеткенде Әлішердің түрі бұзылып, маңызды әңгіме бастады. Қызым, саған айтар сөзім бар. Мені дұрыстап тыңда, жарай ма? Сен әкеңнен қалған жалғыз мұрагерсің. Әкеңнің компаниясы, үйі, көлігі, бүкіл бар байлығы саған тиесілі болатын. Сенің жасың жеткенше, өкіл ретінде, сенің асыраушың ретінде сенің бар байлығыңды Ғалымжан басқарып келді. Онысымен қоймай, саған көрсетпегені жоқ. Қазір олар сені өлдіге санап, әкеңнен қалған мұраның бәрін өздері иемденіп алған. Сенің олардан кек алғың келмейді ме? Саған жасағандар үшін сен дұрыс түсін, маған ол байлық қажет емес. Тек жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын деп Абай атамыз айтқандай, оның ұлы теріс жолға түскенін естідім. Оңай жолмен келген ақша олардың көздерін көрсоқыр еткен болу керек. Аға, мен сізге ренжімеймін. Сіздікі орынды, мен оларды жек көремін. Өз үйімде өзімді қорлап келген сұмырайлардың жазасын тартқызамын. Өзім де осы күнді асыға күттім. Тек мен бұл істі қалай істеймін? Маған тағы да сіздің көмегіңіз керек. Бірақ сіздің де басыңызға қауіп төндіремін бе деп қорқамын. Қызым, саған еш алаңдаудың қажеті жоқ. Тек мына арыз қағазыңа қол қойып берсең болды. Аяла еш ойланбастан сол қағаздарға қол қойып берді.
заң жүзінде ұрып-соғу, дене жарақатын салу, жәбірлеу тәрізді тармақтар бойынша және өзгенің мүлкін иемдену бойынша Аялы Ғалымжанды сотқа берді. Әлишер дәлел ретінде Аяланы тауып алған кездегі дене жарақаттарын түсіріп алған фотоларды жинап қойған болатын. Ғалымжан сотқа шақырту қағазын арызданушының аты-жөнін көргенде тоқ соққандай есеңгіреп қалды. Балжан аң-таң. Ғалымжан онсыз да өзін-өзі жегідей жеп біткен еді. Осылай боларын іштей сезгенде болатын. Сот белгіленген күнде келіп жетті. Аяла мен Ғалымжан тұспа-тұс тұр. Аяла Ғалымжанның көзіне тік қарап сұрақтарыма жауап бер дегенде еді. Өте көрікті, әдемі, ағасынан аумайтын бойжеткен қарындасын көріп, оның аға сұрақтарыма жауап бер, маған неге олай жасадың дегенде Ғалымжан отыра кетіп еңкілдеп жылады. Аға дейсің бе? Бұл сөзді, бұл тәтті дауысты осыдан 13 жыл бұрын естігенде неге тас жүрегім жібімеді екен? Неге? Мені олай атама. Мен ол сөзге лайық емеспін. Сен мені кешіре алсаң кешіре көр, құлыным. Мендей сормаңдай адамды кешірші, ботақаным. Мен жауызбын, мен жаман адаммын. Ғалымжан есінен айрылған адамдай өз-өзін тырмалай бастады. Жұрт шулап кетті. Ғалымжанды сабырға шақырып сұрақтарға нақты жауап беруін талап етті. Жарайды, болды. Мен бәрінде бүгін айтамын. Осы күнге дейін өзегімді өртеген өткенімді баяндап берейін. Осыдан 13 жыл бұрын ағам Нұрлан өзім сүйген қызбен некемді қиып, ұлан асыр той жасап берді. Алған жарымда ес-түссіз түйдім. Махаббаттан көр соқырға айналдым. Өзім сабырсыз, тұштақай бала болатынмын. Ағам менен ештеңесін аямады. Қымбат көлік, алтын сағат, қымбат телефон, менде бәрі болды. Ал мен ессіз құмар ойындарына кіріп кетіп, қолымдағының бәрін ұтқыздым. Оны білген ағам мені кішігірім үйге көшіріп, бір тиын да бермей қойды. Оны дұрыс, әрине. Мені адам болсын, ақшаның қадірін білсін, жоқшылықта жасап көрсін дегені болар. Ал мен сорлы, оны қайдан білейін? Ақшаның құлына айналған мен ақымақ, ағамның маған жақсылық ойлағанын қайдан білейін? Қатыным күнде олар кең сарайдай үйде тұрғанда, біз неге мына лашықта тұрамыз? Оның қатын алтындарын қорапқа симайды. Сен маған қашан алтын алып бересің? Олар қымбат мейрамханадан ас ішсе, біз неге қатқан нан жеп отыруымыз керек деген сөздері мені мүлдем ақыл есімнен айырды. Ашуға булығып, тіке оған қарай жол тарттым. Оның жағасына жармасып, неге мені қинайтынын сұрадым. Алаған болса мені үйден қуып шықты. Ашуым одан әрі күшейіп, ақыл санамды басқара алмай өте үлкен күнә жасадым. Өз ағам мен жеңгемді аяусыз өлтірдім. Осы күнге дейін шыдағаным жетер, бұдан әрі шыдай алмаймын. Қарындасым, мені кешіре алсаң кешіре көр. Бұл сөздерді естігенде Аяла орнынан тұра алмай, жүгіріп келіп ағасының жағасына ұстап жұлқылай бастады. Неге олай еттіңіз? Бұл азапты көргенше әке-шешемнен қосып мені неге өлтіре салмадыңыз? Әбден өзін-өзі мүжіп, құр сүйегі қалған Ғалымжан жерге сылқия құлап есінен танды. Жедел жәрдем келіп жетемін дегенше Ғалымжан сол жерде жүрек талмасынан көз жұмды. Ақша мен алтын толы сөмке мен шекара аспақ болған Балжан мен ұлы тұтқындалып темір торға қамалды. Аяла өз әкесінен қалған мұраны қайта иемденді. Өзінің жаңа отбасымен келісе отырып, әкесінен қалған үйді сатып, түскен қаражатты ауру балалардың еміне аударды. Арадан 2 жыл өтіп, бұл шаңырақта ұлан асыр той болды. Айдар мен Аяла шаңырақ көтерді. Аяла енді бұл отбасының толыққанды мүшесіне айналды. Қайғы-мұңның бәрі артта қалып, бақытты күндер басталды. Бәрі де бақытты күндер кешті. Әңгіме осымен аяқталды. Сіздерге ұнады ма? Зер салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.